Ерке ТV каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгін сынып ережелерімен танысамыз. Бірінші, оқу құралдарыңызды ұмытпаңыз. Неліктен бұл маңызды? Себебі, біріншіден, оқулық материалдарын түсіне алмай қаласың. Екіншіден, дәптер ұмытып, өтілген материалдарды жазып қала алмай қаласыз. Үшіншіден, оқу құралдарын сыныптастарыңнан сұрап, мұғалім мен сыныптастарыңның көңілін аударасыңдар басқа жаққа. Екіншіден, кешікпеңіз. Неліктен бұл маңызды? Себебі, бірінші, сабақ басталғанда кіріп, мұғалім мен сыныптастарыңа кедергі келтіресіңдер. Екінші, кешігу жауапкершілігі жоқ адамдарға тән. Үшінші, өтілген жаңа тақырыпты дұрыс түсіне алмай қаласың кешігу себептен. Үшіншіден, мұғаліміңізге назар аударыңыз. Неліктен бұл маңызды? Себебі, бірінші, жаңа тақырыпты толық түсінуіңіз үшін. Екінші, бүгінгі сабақты жақсы түсіну болашақтағы тақырыптарыңның бастауы. Бүгінгі тақырыпты жақсы түсінсең, келесі тақырыпты да оңай түсінесің деген сөз. Төртіншіден, сөйлегің келген кезде қолыңызды көтеріңіз. Неліктен бұл маңызды? Себебі, бірінші, барлық оқушы бірден сөйлеп, сыныпта шу тудырмау үшін. Екінші, басқа сөйлеп жатқан оқушының сөзін бөлмеу үшін және мұғалімге келесі мен сөйлегім келеді деген белгі беру үшін. Үшінші, сондай-ақ қол көтеру әдептіліктің белгісі ретінде есептелінеді. Келесі, біреу сөйлеп тұрғанда үндемеңіз. Неліктен бұл маңызды? Себебі, бірінші, сөйлеушінің сөзін бөліп, кедергі келтіресіз. Екінші, сөз сөйлеушінің сөзін бөлу әдепсіздікке жатады. Үшінші, мұғалім сөйлеп жатқан оқушыны дұрыс түсініп, есту үшін. Сыныптан шықпас бұрын, сыныпты жинап кетіңіз. Неліктен бұл маңызды? Себебі, сыныпты тазалаушы апай немесе ағайларға құрмет көрсетуіміз қажет. Әр оқушы оқу барысында шашқан заттарын өздері сынып соңында барлығын жинастырып кетуі қажет. Сынып ережелерімен таныстыңыздар. Оқуда озат болыңыздар. Сіздерге сәттілік оқушы. Видео ұнаса тіркеліп, басқа да видеолармен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыз.